сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздерге психологиялық педагогикалық модульді ұсынамын. Тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында педагогикалық менеджмент біздің дәрісіміздің тақырыбы. Білім беру үдерісін жаңа жалпы білім беру типтік бағдарламасына сәйкес жобалау, білім беру жүйесінде болып жатқан жаңартуларға білім берудегі менеджментті жетілдіруге тікелей байланысты екенін ескеруіміз керек. Негізгі бағыттарын қайта ойластыру қажеттілігі болып отыр. Мекемені басқару тиімділігін жоғарылату өзекті мәселеге айналып отыр. Өйткені басшының адамдармен қарым-қатынас жүргізу шеберлігінен, әлеуметтік кәсіби құзыреттілігінен, шешім қабылдау мен шешімдерді жүзеге асырылуы тікелей байланысты болады. Білім беру бағдарламасы заманауи мектепке дейінгі білім беру ұйымдағы менеджменттің ерекшеліктеріне, заңдылықтары туралы қажетті білім мөлшерін оқытуға арналған. Стратегиялық жобалау, кәсіби дағдыларын дамытуға, болып жатқан үдерістерді жүйелі модельдеуге, педагогикалық ұжымдағы тұлға аралық және кәсіби қарым-қатынасты тиімді ұйымдастыруға, кикілжіңдердің алдын алуға үйретуге бағытталған. Менеджердің басты міндеті жалпы топ, ұжым және жеке әр қызметкердің әрекетін жоғары тиімділігіне, әлеуметтік дамуына жағдай жасау болып табылады. Осы міндетті ойдағыдай жүзеге асыру үшін менеджер бір жағынан өзінің жұмысының мазмұнын, мекеменің мақсатын, қолданылатын әдістерін, оқу үдерісін, ұйымдастыру ерекшелігін жақсы білу керек. Екінші жағынан да өзі де әрекет субъектісі болып келеді. Өйткені оның өзінің кәсіби құзыреттілігінің жоғарылауын, өзінің жұмысына деген қызығушылығы, мінезі, басқару әдісі бәрі жұмыстың тиімділігіне, жетістіктеріне өзінің әсерін тигізеді. Басшылар жұмысында кездесетін 80% мәселелер мен кикілжіңдер адамдармен қарым-қатынас жасауға байланысқан. Ұжымды басқара отырып, олар өзінің әріптестерінің ынталандыру, ақпараттандыру, тәрбиелеу міндеттерін орындайды. Өзінің әріптестеріне кәсіби жағынан дамуына, білім жетілдіруіне, өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін менеджер жоғары бағаланады. Жас мамандарға қамқорлық жасап, олардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашуға көмектесу үшін менеджер педагогика, психология білімі болғаны қажет етеді. Психологиялық білім менеджерге өзін-өзі әріптесін түсінуге, олармен психологиялық байланыс орнатуға, тиімді қарым-қатынас құруға, олардың іс-әрекетіне ықпал етуге көмектеседі. Ұйым бүгін жетілдіруге, дамуға ұмтылған, жаңа мүмкіндіктерді іздестіретін, баланың, отбасының, қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған, қажетті жағдай тудыратын, педагогтердің шығармашылық кәсіби жұмысына арналған орны қамтамасыз ететін, заманауи талаптарға жауап беретін күрделі азға. Қазіргі кезде инновациялық әрекет саласына жеке балабақшалар, жеке педагог-новаторлар ғана емес, жалпы барлық мектепке дейінгі ұйымдар кіреді. Инновациялық өзгерістер жүйелі түрде еніп жатыр. Мектепке дейінгі ұйымдардың жаңа түрлері, отбасы мен жеке баланың сұранысын қамтамасыз ететін жаңа түрлері, жаңа білім беру бағдарламалары шығып іс жүзіне асып жатыр. Бір мәселені шешуге қажет туғанда және нақты нәтижеге риза болмаған жағдайда кикілжің пайда болады. Сол кезде инновацияға сұраныс туындайды. Болып жатқан өзгерістің барлығы басшылармен жоспарланған және де нақты мақсатқа жетуге бағытталған. Осындай жағдайда ұйым басшысының тұлғалық және кәсіптік құзыреттілігі өте маңызды. Осыған орай тәрбие мен оқыту мазмұнын жаңарту аясында ұйымдағы педагогикалық менеджмент, біліктілікті арттыру курстарының білім бағдарламасының психологиялық, педагогикалық модуль мазмұны осындай тақырыптарды меңгеруге бағытталған. Бірінші, психологиялық педагогикалық модульде келесі тақырыптар зерттеледі. Менеджменттің психологиялық педагогикалық негіздері,
кәсіби педагогикалық қарым-қатынас дағдылары мен коммуникативтік біліктілігін дамуы, ұйымдағы инновациялық үдерістер. Психологиялық педагогикалық модульмен табысу барысында сіздер келесі мүмкіндіктер аласыздар. Біріншіден, өзін-өзі психологиялық реттеу біліктілігін мен дағдыларын игеру. Екінші, тиімді қарым-қатынас біліктілігі мен дағдыларын түсіну. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынасқа түскен кезде басқа адамдарды қабылдау кезінде өзінің психикалық жағдайын дұрыс көрсете білу. Кейбір жағдайда керісінше сабырлық сақтап, психикалық жағдайын көрсетпеу, басқа адамдардың ерекшелігін түсіну және тағы да басқа. Әңгімелесіп отырған адамдар қарым-қатынасқа жайлы, қолайлы жағдаят жасау, жаңашылдықты енгізген кезде ұжымды инновацияларды қабылдауға дайындаған, қызығушылығын арттыру механизмдері жөнінде білімдерін игеру. Қазіргі заманауи технологияларды қолдануға үйрену. Қашықтықтан оқыту сіздерге модуль ресурсын қолдана отырып, өздік жеке оқу бағыты бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруға ерекше мүмкіндік береді. Сол мүмкіндікті тиімді пайдалануға тілектеспіз. Сау саламат болыңыз.